Мен нөмір 3-ші жалпы білім беретін мектеп кешенінің биология пән мұғалімі Исатаева Динара Машанқызы, физика пән мұғалімі Баян Ханатовнадан ұлы ақын, ағартушы, саяси қайраткер Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойына басталған эстафетаны құрметпен қабыл алдым. Абайдың 7-ші қара сөзі. Қазақтың бір мақалы өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қай елде болады, қайтсе тату болады, оны білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ деп. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрмай мал іздеп не керек? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малын беріп отырсаң, діні басқа, күні басқа, атасы басқа да бірлік қылып, жалданып бірлік қылады. Ағайын алмай бірлік қылса керек. Сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді, не шаруа іздемейді. Әйтпесе, бірі-бірі әлі іздеп, не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір бәле қорғалатып, бірін-бірі алдаудың амалын іздейді. Бұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қандай тірлік? Ол жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлікті бұлдаған адам өлімді жау көріп, ақыретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еріншек, ез атанып, қызмет қылудан дүниедегі әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады. Осы айтылғандар бірлік, ырыс алды тірлік емес. Тірлік ол көкірегі, көңілі ояу болса, сол тірлік. Көкірегің тірі, өзің тірі, көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз қалмайсың. Еңбек қылып ерінбей, мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау, қылжақпас, әзір тамақ, әзір ас. Сыртың бүтін, ішің наз. Артын ойлап, ұялмас болшы, тірімін деме. Олай жүргенше, Алланың берген ақ бұйрықты өлімнің өзі артық. Кезекті эстафетаны қазақ тілі мұғалімі Күзия Дүйсеновнаға жолдаймын.